бағдарламаны жақсы көңіл-күймен, жақсы жаңалықпен аяқтаймыз деген сенімдеміз. Хосе Ромеро, Испан елінің өкілі бас қазы қызметінде шаршы алаңда бәсекені бастауға дайын. Ал ендеше ардақты ағайын, құрметті алаш жұрты тақымыз біздің жігітке жанкүйер болайық. Басталды. Қамшыбек көк жейдеде, қарсыласы Дронов сәйкесінше қызыл жейдеде. Дене тұрқы жағынан да екеуі бірдей ақ, бойшаң, ірі денелі, кесек толғалы, алыптардың қақтығысы, шайқасы. Енді бұл жерде Дронов мінекей бірінші шабуылға шығуға ниеттенген екен. Қамшыбекті тықсырып келеді. Жақсы, мінекей іштен бір соққы өтті. Жақындатуға болмайды. Жалпы бүгін күндізгі бағдарламада бір отандасымыз өнер көрсеткен болатын. Талғат Сырымбетов. Күні кеше ғана бұл азаматымызда жеңіліс тапты дегендей Санатәлі жарыс жолынан шығып қалды. Бұл жігіттердің қатары енді Қамшыбекпен толықпайды деген ойымыз бар. Керісінше бұған дейін жеңіске жеткен Айбек Оралбай, Сағындық Тоғанбай сынды жігіттердің қатарын толтырсын. Қамшыбекке қосу керек, қос дейді мінекей Мырзағали Айтжанов, Сейтжан Төпенов сынды бапкерлері. Бірден іске кіріспесе, кейін кештеу болып қалу мүмкін. Дроновты да біз жаңа айттық, осал емес. Бұл жігітте жақсы кіші болғанмен өзінің артықшылықтары бар. Жақсы тамаша бір соққы дәл маңдайдан тиді. Қамшыбектің соққысы дәл дарып отыр. Енді белсенділікті де ұмытпаған абзал, себебі кейде бәсеке бір сондай саябырсып өткен жағдайда белсенділікке көп мән беріп жатады төрешілер қауымы. Мінекей біздің азаматтарда бар бұл жерде Қамшыбектің тілеуін тілеп келіп отырған. Еліміздің көк байрағы Өзбекстан астанасында да желбірейді деген сенімдеміз. Жалпы жарыс қорытындысы бойынша да бүгін ғана емес. Қабаев Қамшыбек. Қамшыбек енді Белградта өнер көрсете алмады, жарақаты болды. Жалпы тамаша. Қазақстан деген қолдауды естіп отырсыздар жанкүйерлердің. Бірінші раунд өз соңына таяп келеді. Жақсы бір соққы, сол жақтан тағы да қарсыласының жақ тұсына дөп тиді. Өте тамаша тартысты бәсекенің куәсі болып отырмыз. Қымбатты көрермен. Енді дөп басып айту қиындау. Қазір әліптің артын бағайық. Төрешілердің ұпай сандарды қалай үлестіргенін көрелік. Иә, алдыңғы қол көбірек жұмыс істеу керек дейді оң қол. Енді бізде Қамшыбек көбінесе сол қолмен жұмыс істейтін білесіздер. Сондықтан оң қолды да көбірек іске қосу керек дейді. Бір ат деген ай болып тұр мінекей. 5 төрешінің екеуі ғана біздің жігітті жеңімпаз деп тапқан екен. Қалған үшеуі сәйкесінше Дроновты жеңіске лайық көрген. Енді бұл небәрі басы ғана. Алғашқы раунд. Нағыз қызық, нағыз бәсеке әлі алда. Белсенділік күтеміз Қамшыбектен. Ал енді бар назарымыз шаршы алаңда. Қамшыбек белсендірек, шапшаңырақ болмаса. Тамаша жақсы бір соққы. Бұл жолы сол қолмен дөп тиді. Мінекей шапшаңырақ, жылдамырақ бастап отырғанын көріп отырмыз. Қамшыбектің жарайсың тағы бір соққы. Мінекей бүйірден де, оны да ұмытпаған абзал. Орайы келсе жақын келген сәтте кеуде тұстан бүйірден қабырға тұсынан соққыларды дарыта беру керек. Мүмкіндік болған кезде
Жалпы жекпе-жектің тағдырын төрешілерге тастап қоюға болмасын біз түсіндік. Өйткені даулы шешімдер, күмәнді шешімдер орын алды бұған дейін де. Оның ішінде біздің боксшының қатысуымен болған жекпе-жектерде де сондай жағдай қайталанбас үшін барлық жағдайды осы жерде шешіп тастау керек енді. Қамшыбекке өте жақсы, тамаша бастап отыр бұл раундты. Өте керемет соққы, жақсы бір соққы. Хук сол жақтан келіп жағына дөп тиген. Дроновтың байқап отырсаңыздар тұрысы жалпы Қамшыбек үшін қолайлы. Оң қолы тым төмен түседі екен, яғни ашық қалып жатады. Соны Қамшыбек байқап бірнеше соққысында артып үлгерді. Бетіне тигізді. Онысыны жалғастыра беру керек енді. Алмай кезек. Кейде бүйірден, кейде кеудеден, кейде жүзден мінекей жақсы тағы да бет жүзіне тиіп отыр. Жақсы бір соққы. Бұл жерде даусыз, ешқандай әңгімесіз. Бұл раунд біздің жігіттің еншісінде толыққанды басымдықпен аяқталуы тиіс. Мінекей Қамшыбекте өзін қамшылай түскендей. Бапкерлерінің айтқанын айны қатесіз орындап, ұпай сандарын өз қоржынына салуда Дроновқа көмек керек болып қалған екен. Әрине, алтын алады деп үміттеніп отырған арландарымыздың бірі дәл осы Қамшыбек екені даусыз. Тамаша тағы бір соққысы дөп тиді. Бәрекелді 1-2 қарапайым соққылар. Алға бір қадам соқтың, қайта шегіндің. Бәрінде осындай әдіс тәсілмен ақ жасауға болатындай. Өйткені Дронов тұралап қалды. Екінші раундта көріп отырсыздар, қимыл қозғалысы бәсеңсіді салыстырмалы түрде. Жалпы Қамшыбек оған қарағанда жылдамырақ, қимыл қозғалысы ширағырақ екені көрінеді. Сонымен соңғы секундтарда тағы бір 2 соққысын жасаса тіпті керемет, нұр үстіне нұр болмақ. Небәрі 5 секунд қалып отыр. Ауызша ескерту Дроновқа. Міне тамаша. Жарайсың Қамшыбек. Бұл жерде енді тайға таңба басқандай барлығы да айдан анық көрініп тұр. Ешқандай мәселе туындамауы тиіс, ешқандай сұрақ болмауы керек. Қамшыбек Қоңқабаев сан мәрте соққысында артып, неке джеб, хук барлығы да өз орнымен, өз уақытымен керек кезінде, керек сәтінде орын алып жатты. Санаға соққылар дөп тиіп жатты. Кеудесіне де мінеки тигізгенін аңғарып отырсыздар. Мінеки осы бір соққы ерекше бір есте қалды. Санамызда сақталды. Ұрдың кеттің, соқтың қаштың. Осындай әдісті ұстану керек дейді. Дәл сондай лайық ұпайларын алды. Лайық жеңіске сенімді қадам басып келеді. Енді осы бір қарқынды жоғалтып алмау, осы бір жылдамдықты жоғалтып алмау маңызды. Шешуші 3-ші раунд. Бәлкім Дроновтың көздегені басқа шығар. Бәлкім бұл жігіт 2-ші раундта сәл саябырлап, демалып алып 3-ші раундқа оқталып отырған шығар. Ал көреміз мінекей, нағыз қызық, нағыз бәсеке басталды. Ескерту, жұдырық жұмылмаған, ашық алақан, ондай соққы жасалынбайды. Рұқсат жоқ, ескерту жасалды. Қамшыбек. Тамаша, джеб көбірек жұмыстау керек. 1-2. Мінекей тағы бір соққысын өткізді. Сол қолмен тигенін байқап отырмыз. Ойнақы мәнерде жұдырықтасу керек дейді. Жақсы жарайсың Азамат. Мінекей нокдаун. Дронов. Алексей. Сан соққын өткізді. Ақырында мінекей нокдаун. Қамшыбек жарады. Осы бір қарқында тағы да бір жалғап жіберсе шіркін. Бәрекелді жарайсың мінекей тағы да 1-2 соққы. Дөп тиіп отыр нысанаға. Қарсыласына. Жасаған бір 10 соққысы болса, соның 8-і дөп тиіп жатыр байқасаңыздар. Тамаша тағы да мінекей 1-2. Артық ештеңенің де керек жоқ. Аңдытсақ.
Дронов өйткені тұралап қалды, бәлкім шаршап қалған шығар. Өйткені бірінші раундта жақсы бастаған. Ой, бәрекелді, жақсы бір джеб мінекей. Дәл тұмсық тұсынан. Ентелеп келе жатқан сәтте қарсы алды. Міне енді іштен де, кеудеден де, тағы да кеудеден бір соққы. Барлық жағынан басындық біздің Азамат Қамшыбек Қоңқабаевта. Жарайсың дейміз. Соңғы 60 секундтай уақыт. Жекпе-жек соңына дейін. Осы жерде бір күтіп алуға болатын еді, дегенмен сәл үлгермеді. Ескерту біздің жігітке. Тамаша, мінекей 1-2. Сол қолмен де, оң қолмен де. Дәл солай соның қайталау айна қатесіз. Енді қабырға тұсынан бір соққы. Мінекей шаршалаңда өзін суда жүзген балықта емін-еркін сезінуде. Қамшыбек жеңіп жатқандығында іште біліп сезіп тұр. Қимыл қозғалысында да сенімділік байқалады. Соққыларда дәл тиюде бір 80-90%. Жүздемесек. Қозғалыс керек, жақсы. Тағы да бір соққы. Дроновтың мұрнынан қан кеткенде аңғарып қалуға болады. Сонымен соңғы 10 секунд. Тағы да бірнеше соққысын дағытып қалса, нүктесін қойса әдемілеп тұрып. Ой, бәрекелді, жарайсың Қамшыбек. Сенің жеңісіңе ешкім күмән келтіре қоймас осыдан кейін. Бұл жерде ешқандай әңгіме орын алмайды. Барлығы да айдан анық, тайға таңба басқандай белгілі. Ардақты ағайын, мінекей Алаш жұрты қуануға болады. Толыққанды сеніммен Қамшыбек Қоңқабаев Алексей Дроновты Ресей спортшысын жолдан тайдырып, өзі жеңіске жетіп, келесі 8-ден 1-ші финалға қадам басып отыр. Және оның қарсыласы Сирия елінің өкілі Мұхаммад Мұлайыс екенінде біз тілге тиек еттік. Ол жігіттен де ешқандай қиындықсыз өтіп, жалпы жүлдегерлердің қатарына еніп қана қоймай, биік тұрдан көрінеді деген ізгі ниет арман тілегіміз бар. Ал енді мінекей дәл осы жанкүйерлер сынды экранның ар жағындағы біздің отандастарымыз да қуанып отырған шығар. Бұл баршаға ортақ қуаныш, ортақ жеңіс. Бұл жерде Ташкенттегі Хумаринадағы диктор ешқандай талассыз. Blue Corner, көп бұрыш 1-4 дейді, бірақ сонда да мінекей әйтеуір толық айқын жеңіс емес дегенге бір келтіріп қалғандай 1-4. Алайда бәрін айтты, бірін айтты. Қоңқабаев Қамшыбек жеңді. Құтты болсын. Кезекті біздің спортшымыз келесі кезеңге жолдама алып отыр. Осы бір жеңісті жолдан жаңылдырмасын, ұзағынан қалсын дейік. Ал енді жарқын сәт